Қамыры 3 қана заттан тұратын және асыққанда тез дайын бола қалатын картошка қосылып жасалынатын чебуреки жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пышный және өте дәмді болып шығатын болады. Ең алдымен ыстық қайнап тұрған судың үстіне тұзымызды салып, араластырып құйып, сұйық майымызды қосып, ұнымызды салып, бірінші вилкамен, одан кейін суығаннан кейін кішкене қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илеп, оны керек бөлшектерге бөліп, томалатып алатын боламыз. Мен де салмасына картошка пюресі және көк жуа салдым. Сіздер обычный жуа салсаңыздар да болады. Видеодағыдай жайып, шетіне салып, ішіне ауа қалдырып, осылайынан вилкамен узор салып түйіп аласыздар. Жай отта қызып тұрған майда жақсылап қуырып аламыз. Ауа қалдыратын себебіміз қуырылған кезде осылайынан гүмпиіп пісетін болады. Мінекей біздің осымен тез оңай әрі дайындалатын чебурекилеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менің рецептім ұнап жатса, маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.